Мен Ақыртөбе орта мектебінің 6-шы сынып оқушысы Кеңес Береге. Мен бүгін бір айда электр қуатына қанша теңге төлейтінімізді есептеп көрейік. Алдымен тұрмыстық техникаларды атап таныстырып өтейік. Біздің алғашқы тұрмыстық техника кір жуғыш машина. Кір жуғыш машина сағатына 500 ватт энергия қуатын жұмсайды. Келесі тоңазытқыш. Тоңазытқыш сағатына 150 ватт энергия құртады. Келесі мұздатқыш. Мұздатқыш 100 ватт энергия жұмсайды. Келесі қысқа толқынды пеш. Қысқа толқынды пеш 2000 ватт энергия жұмсайды. Үтік 1 сағатта 1000 ватт энергия жұмсайды. Келесі құрал теледидар. Теледидар 1 сағатта 100 ватт жұмсайды. Келесі жарық шамы. Жарық шамы сағатына 150 ватт энергия жұмсайды. Біздің соңғы құралымыз телефон зарядтағыш. Телефон зарядтағыш сағатына 60 ватт энергия жұмсайды. Осы мәліметтерді пайдалана отырып, біздің үйдегі барлық тұрмыстық техникалар күніне қанша киловатт жұмсайтынын есептеп көрейік. Біз жалпы тұрмыстық техникалармен күніне 10,1 киловатт электр энергиясын жұмсаймыз. Егер де 1 киловатт 24 теңге тұратын болса, біз айына 303 киловатт жұмсаймыз. Сонда 303 киловатты 24 теңгеге көбейткенде 7272 теңге шығады. Сонда біз бір айда 7272 теңге жұмсаймыз.